Екінші есеп. Теңдеу түбірлерінің қосындысын табыңыз. Теңдеуді жазып алайық жеке. 2 минус модульдің ішінде 3х қосылған 5 тең минус 6-ға. Модульдің ішінде 3х қосылған 5 тең 2 азайтылған минус 6. Бұдан модульдің ішінде 3х қосылған 5 тең 2 минус пен минус плюсті береді, плюс 6 болады. Демек, модульдің ішіндегі 3х плюс 5 тең 8-ге. Ал модульдің ішінде минус 8 болса да 8 болып шығады, плюс 8 болса да 8 болып шығады. Демек, модульдің ішінде теріс сан болса да, оң сан болса да, ол әрқашан оң сан болып шығады. Бұл теңдеуді шешу үшін біз екі жағдай қарастырамыз. Біріншісінде 3х плюс 5 8-ге тең, ал екіншісінде 3х плюс 5 минус 8-ге тең. Осы теңдеуді шешейік. Мұнда 3х тең 8 минус 5, 3х тең 3-ге, бұдан х тең 1-ге. Демек, бірінші түбіріміз 1-ге тең болды. Енді екінші теңдеуді шешейік. 3х тең минус 8 минус 5, 3х тең. Таңбалары бірдей, қосып ортақ таңбасын қоямыз. Минус 13. Х тең минус 13 бөлінген 3. Бұл х тең минус 4 бүтін 3-тен 1-ге. Ал бізге теңдеу түбірлерінің қосындысын табыңыз дейді. Яғни х1 қосылған х2-ні табу керек. х1 1-ге тең, қосамыз минус 4 бүтін 3-тен 1-ді. Немесе 1 азайтылған 4 бүтін 3-тен 1. Бұл жерде таңбалары әртүрлі. Бүтін бөлігін азайтамыз 3 бүтін 3-тен 1 шығады. Ал үлкеннің таңбасы минус. Демек, минус 3 бүтін 3-тен 1. Сонда теңдеу түбірлерінің қосындысы минус 3 бүтін 3-тен 1-ге тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.